Сәлем достар, бүгін сіздерге Twi деп аталатын керемет платформаны ұсынғалы отырмын. Бұл платформаның барлық мүмкіндіктерін көру үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Әсіресе тіл мамандарына, ағылшын тілі, қазақ, орыс тілінің ұстаздарына керемет таптырмайтын платформа болып табылады. Жасанды интеллект жүйесі жұмыстарыңызды біраз жеңілдетіп береді. Бұл платформа арқылы тапсырмаларды құру өте оңай және де сіздерге міндетті түрде пайдалы болады деп ойлаймын. Олай болса, жалғастырайық. Бұл платформаны жүктеу үшін, бұл платформаға доступ алу үшін әрине міндетті түрде Google-ға Twi деп жазып, осы сілтеме арқылы өтеміз. Сол кезде сіздер біз осы айтылған платформаға өтесіздер. Яғни жасанды интеллект құралдарымен жасалған керемет платформа ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған. Бұл жерде енді өздеріңіз білетіндей жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым және де грамматикаға байланысты осындай түрлі тапсырмаларды құрастыруға арналған инструменттер бар, құралдар бар. Бұл құралдарды қолдану үшін міндетті түрде осы сайтқа тіркеліп аламыз. Тіркелуді біз Google арқылы әдеттегідей оңай жасаймыз. Және де бірден Tools, яғни құралдар бөліміне өтіп, өзімізге керекті құралды таңдаймыз. Яғни бірінші Watch and Listen, яғни көру және тыңдау. Бірінші құрал, яғни аудио-видеоны текст форматына ауыстырып береді. Келесі аудио-видеоны байланысты сұрақтар құрастыруға болады. Және де аудио-видеоны қаншалықты оқушы, білім алушы түсінді, түсінбеді, соған байланысты үш резюме жасайды, соның қайсысы дұрыс екенін көрсетеді. Және де тапсырма құрушыға, мұғалімге міндетті түрде дұрыс нұсқасын беретін болады. Және де сонымен қатар тыңдалым тапсырмасының алдында сол видеоға қатысты сұрақтар береді, яғни для разминки дейді. Сонымен қатар сводка аудио и видео, яғни мәтіндегі жаңағы жоқ сөздерді табуға арналған тапсырма түрі. Прочитать и понять текст дейді. Яғни бұл бөлімде осындай тапсырмалар беріледі. Яғни нақты тақырып бересіз, сол тақырыпқа байланысты жасанды интеллект сізге мәтін дайындап береді. Белгілі бір тақырып бойынша жасанды интеллект сізге ашық сұрақтарды құрастырып береді. Сонымен қатар бір ғана дұрыс жауапты сұрақтарды құрастырып береді. Тақырыпқа байланысты өзіңізге ұнайтын құралдарды мына звездочка арқылы белгілеп алсаңыздар болады, избранныйға. Сонымен қатар ақиқат жалған тапсырмаларын құрастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар кез келген тақырыпқа диалог құрып береді. Және де вступительные действия к тексту, яғни кіріспе тапсырма ретінде үш идея сізге ұсынатын болады. Белгілі бір мәтін бойынша. Бұл да бір қызық тапсырмалардың түрі деп ойлаймын. Создайте 3 заголовка для текста. Яғни мәтінге байланысты үш тақырып құрастырып береді. Мәтіндерді бөлшек бойынша оқу. Және де упростите и обновите свой текст. Яғни қарапайым немесе күрделі тексті сіздің негіз бойынша, запросыңыз бойынша жеңілдетіп береді. Изучайте, практикуйте новые слова. Жаңа сөздерді үйренуге арналған тапсырмалар, жаңағы қалдырып кеткен сөздерді толтыру, сәйкестікке тапсырмаларды орындау.
және де словарный запасқа байланысты осындай тапсырмаларды көруге болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай осындай керемет тапсырмалар бар, өте құралдар бар. Сол құралдар арқылы осындай қандай мысалдар, тапсырмалар құруға болатындарының мысалдар келтірілген. Соның барлығын мінекей осы жерден қарап, үлгіге қарап, өздеріңіз фантазияларыңызды қосып, осындай керемет тапсырмалар жасауға болады. Заставьте своих учеников говорить. Яғни осындай жаңағы для обсуждения тақырыптарды құрастыруға болады. Қандай да бір тақырып бойынша нақты фактілерді құрастырып береді. Және де белгілі бір тақырып бойынша артықшылықтар мен кемшіліктерін құрастырып береді. Яғни жасанды интеллект жұмыстарыңызды әлде қайда сіздерге жеңілдетіп береді, және де қызықты мінекей осындай тапсырмаларды құрастыруға мүмкіндік береді. Бұл платформа тегін, өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай қолдансаңыздар болады. Енді практикада қолданып көрейік. Преобразование аудио-видео в текст. Ең алдымен біз видео файлымыздың сілтемесін алып аламыз. Мінекей мен осы тақырыптағы видеоны алдым TED выступлениясінен. Енді мына жерге келеміз де біз сілтемемізді қоямыз, немесе видео файлымызды қоямыз, және де осы жерден сотвори волшебство деген батырманы басамыз. Және де мына жаққа қарасаңыздар, бізде қазір волшебство болады. Яғни видеомыздың мәтінін шығарып береді. Процесс жүріп жатыр, қазір бізге мәтінді жасап шығарады. Мінекей жауаптарымыз шығып жатыр. Біздің видеомыздың мәтіні дайын болды. Керемет. Бірден бізде браузер орысша аударып отыр, бірақ мінекей бізде мынау оригинал мәтін, видеоның мәтіні. Көшірсек болады, өзгертсек болады. Енді бұл жерде осы мәтінге байланысты сұрақтарды бірден жасасақ болады. Audio-video questions. Екінші ашық сұрақтар, деңгейін таңдасаңыздар болады. Do the magic. Мінекей бізге 10 сұрақ құрастырып берді, және де осы 10 сұрақтарға жауапты жазып берді. Керемет. Одан кейін audio-video discussion questions, яғни деңгейін сұрап тұр. Осындай мәтінге байланысты дискуссияға арналған сұрақтарды құрастырып берді. Үшінші құралмен мәтінді қаншалықты түсінгеніне байланысты, осындай 3 түрлі резюме жасап берді. Соның қайсысы дұрыс, мына мәтіннің қайсысы біздің көрген видеомызға сәйкес келеді. Яғни мәтінді түсінуге байланысты тапсырма, яғни бірінші мәтін дұрыс. Мінекей осындай құралдарды қолдануға болады. Сонымен қатар мына жерде құралдың түрлері өте көп, жаңа айтып өттім. Солардың барлығын қолдана берсеңіздер болады. Кереметтей платформа деп ойлаймын. Тіл мамандарына, сол себептен де бұл жерде бізге
пробелдарды толтыруға арналған тапсырма. Иә, яғни тоже қызықты тапсырмалардың бірі. Сәйкесінше осы сөздерді біз, яғни білім алушыларымыз осы сөздерді тауып қою керек видеоға байланысты. Мінекей, құрметті әріптестер, осындай керемет платформаны қолдануларыңызға болады. Бұл жерде енді белгілі бір ограничение дейміз, шектеулері болады ақысыз версиясында. Басқа электронды почталарыңыз арқылы қайтадан тіркеліп, жаңадан тағы да қолдана берсеңіздер болады. Менің ойымша керемет платформа. Осындай қызықты жаңа платформаларды көріп тұру үшін міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар, кері байланыс жасап комментарий жазып отырыңыздар. Сіздерге ол қиын емес, мен үшін ол үлкен тағы да жаңа видеолар жасауға деген мотивация. Сол себептен де әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар. Міндетті түрде қолданып сабақтарыңызды қызықты өткізулеріңізге тілектеспін. Назарларыңызға рахмет.